Бауырсақтарыңыз үлпілдек томпақ болып шықпай жатса, онда дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі өте дәмді және жүмсақ болып шығады. Алдымен жылы сүт суымызды құйып, тұз, ашытқы қантымызды саламыз. Жұмыртқамызды, сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, ұнымызды қосып отырып қамыр илейміз. Ұнның барлығын салып жібермеңіздер, ұнның сортына қарай грамдары өзгереді. Біздің қамырымыз бұл жерде қолға кішкене жабысу керек. Одан кейін сұйық майды құйып, жақсылап 4-5 минут бойы қамырымыз бен майымыз бір-біріне сіңгенше илейтін боламыз. Видеодағыдай қолымыз қамырға жабыспау керек. Көтерілген қамырымызды столға төсеп, оқтаумен жайып алатын боламыз. Шамамен 1 сантиметрден. Одан кейін өзімізге керек формаларға кесіп аламыз. Мен домалақ форма жасадым. Бетін жауып қойып, 15 минутқа қалдырамыз. Көтерілген қамырларды қызып тұрған майымызда екі бетін аунатып отырып, қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің үлпілдек жұмсақ бауырсақтарымыз дайын болды. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі өте дәмді, үлпілдек болып шығады. Баршаңызға ас болсын. Керек заттың құрамын описаниеге қалдырдым. Егер менің рецептім сіздерге ұнап жатса, лайк, комментарий қалдырып, қолдап кетіңіздер.